Бәріне сәлем, сендермен Арука. Достар, ойлаңыздаршы, бүгінгі видео өте қызықты болады. Мен байдың үйінде жұмыс жасап жатқаныма 3-ші күн болды. Мен байдың үйінде әдеттегідей жұмыс жасап жатырып, біртүрлі жағдайға тап болдым. Достар, ойлаңыздаршы, байдың үйінде ешқашан ашылмаған бір есік бар екен. Сол есіктен біртүрлі дауыстар шықты. Егер де достар видео қызық болса, давайте соңына шейін қарап видеоны. Лайктарыңызды басып, астта тұрған подписаться кнопкасын басуды ұмытпаңыздаршы, достар. Кішкене вақыт, давайте бәріміз 10 мың подписчикке жеткізіп бастайықшы. 1, 2, давай досым тіркел. 3. Көп рахмет, достар. Алыншы видеомызды бастаймыз. Кезірек мыналардың бәрін жинап тастау керек бар ғой, бүгінгі жұмыс өте көп болайын деп тұр. Мына бай жігіттің ішіге 4-5 үйі бар ма, бірдеңе бар ол. Өзінің басқа үйіне жіберді. Осының бәрін жинау үшін бар ол. Енді осы үйде жүрмін мен. Енді танысып жатырмын бұл үймен. Қазір тазалап тастайын тезірек. Так, үйге келдім ау, өйтпейтін машинамда бар ғой. Машинаны ауыстырып тастау керек маған. Так, Арука не істеп жатыр екен, а? Так, Аруканың жағдайын біліп қайтайын. Так, үйге кірейік, үйді не істеді, жинап қойдым екен. Арука, қалайсың? Арука, үйде кім бар? Қақтасыңдар? Кім бар үйде өзі? Жердің бәрін жылтырлатып қойыпты ғой мына жақта. Арука, қақтасын. Жаңа үймен таныстың ба? Тағы да 4-ші үйме апарып тастаймын әйтпесе. Басеке келдім, қалайсыз? Мен үймен танысып алдым. Арука тез келеді деп, жүгіріп келеді деп ойламадым сен негізі. Так, танысып алдың ба? Онда жақсы болыпты. Танысып алсаң, маған да керемет. Енді осы үйде біраз болады шығарсың. Өйткені алдыңғы үйлерде ремонт болып жатыр. Ол үйде жүре алмайсың енді. Сондай ма, ремонт болып жатыр ма? Жарайды, бәрі ғой негізі. Просто айлығымды жақсылап төлеп тұрсаңыз болды ғой, енді барлығын жеке қылып отырам. Мачу жұмыстан ерте келдіңіз ғой бүгін? Сол сенің қолыңдан бір керемет бір түскі ас ішкім келіп еді ғой. Обедке соғып кеткенмін ғой. Ойбай, ол туралы вообще ұмытып кетіппін ғой, кешіріңіз. Қазір тамақты дайындап беретін боламын. Мәссаған, какол жуып алайын мен. Қазір күте тұрыңыз. Тез қазір тамағыңызды дайындап берем. Қарныңыз ашып қалған шығар. Арука, асықпайық қой. Мен қазір ноутбук қарай тұрайын оған шейін. Қазір 15 минутта дайындап берем ғой. Мен ет жинап жүрмін деп ұмытып кетіппін ғой. Мен бұл туралы вообще. Қазір тез жасап бере қояйын. Бай екене. Так, мінекей түскі асыңыз дайын. Омлетпен, етпен, кәкіштік күшті қылып жасап бердім сізге, енді ұнайды деген ойдамын. Қайдаған айтасың, ұнайды, конечно, Арука. Сенің қолыңнан тамақ ішіп жүргеніме менің уже 3-ші күн болып жатыр екен ғой. Рахмет, болды, ас болсын. Мен ары өзім жұмысым жасай берейін, Тоқтай тұршы, Арука, кетпей тұратыр. Негізі алдындағы келіспеушіліктер бар бізде дегендей ғой, білесің ғой. Сондықтан енді бірге отырып қазір бір әңгімелесіп, алдындағы темаларды шешіп дегендей, алдында мен сені бір қорқытып қойғаным бар, сол туралы сөйлессек. Негізі сол туралы бір сөйлеспедік те, негізі жарайды, қазір өзім тамағымды алып келіп қойып. Так, отыра берсем болады ғой, Әрине, отыра бер. Рахмет көп. Жарайды, так. Енді өзіңіз бастай беріңіз енді. Бастай берейін. Біріншіден кешірім сұраймын. Алдындағы заттар үшін менің анау охраналарым ешақбастар ғой жүрген. Бірдеңе болса болды, тек пистолеттерін алып адамды қорқытуға ғана біледі, бірақ негізі сені қорқытпау керек болатын олар. Просто андай басқа жұмыстарым бар да менің, сөйтіп қорқытатын, кішкене адамдарға кішкене істейтін, оны айтпай қояйын енді өзіңе. Бірақ сонда да сондай нәрселерді ол үйреніп қалған ғой, енді охраналарды ауыстырып жібердім сен үшін. Ойбай, ауыстырып жібердіңіз ба? Негізі керек емес еді ол, бірақ енді мен үшін істеген үшін рахмет көп. Ол ситуацияны бар ғой, негізі қатты көңіліме алған жоқпын. Бірақ енді бәрі қыз балаға ұнамайды ғой, сондықтан енді жарайды, енді өткен кеткен кетті ғой. Молодец, ақылды қыз екенсің. Мен қазір болды уже тамағымды жеп болдым. Тез жұмысқа кетуім керек ема? Жаймен үймен де таныса бер. Кешкі асты дайындап қой, кеттім мен. Уже ма? Жарайды, сол болыңыз, күніңіз сәтті өтсін. Жақсы. Рахмет. Кешке көрісерміз. Набай біртүрлі, қызық адам. Так, тез күлдеріме су құйып тастайын, уже кеште батып жатыр дегендей. Так, байда кетіп қалатын шығар қазір. Так, неңге ұшып кетті? Так, ештеңе емес шығар, бірақ даладағы иттердің аш жарайды. Бірдеңені тасып жатыр.
той соқтасына үйдің ішінде сөгіп жатыр ма? Мама, тәккіз қарап келейінші мен дейтін. Аяқта өзі. Аяқтан шығып жатыр. Так мен бүткіл үймен танысып шыққан жоқпын ше негізі, бірақ сонда да қазір даланы қарап көрейік. Та ештеңе жоқ. Даладан шығып жатқан жоқ дыбыс дейтін. Үйдің ішінен бірдеңе сылдырлағандай болды. Отты да жағып қойайық. Тәккіз екінші этажға бір барып келейікші. Екінші бөлмелерді бірдеңе. Бірақ менен басқа үйде ешкім жоқ қой. Аяқтан шығып жатыр ол дыбыстар. Тәккіз қарағалау керек бәрін бар. Оны байеке келіп тағы да бір дыбысты естіп қойып тағы менен көріп жүрмесе болды. Тағы бірдеңе білдірдің ғой деп. Кеше ғана мен ұтысын сындырып алған болатын байекенің. Так жарайды ештеңе емес шығар. Кішкене бір звуктар осындай үйдің ішінде сағатын еді ғой, иә. Так, жарайды мен соңғы жұмысым осына кіреберістегі полды жуып тастау болды. Маған басқа ештеңе жоқ. Осы полды жусам, менің той соқтасына анаяқтан бір звук шықты. Мама, так жүрегімді сүлдеп кетті ғой мен дейтін. Кім бар ана жақта? Кімсің? Мына есікке маған бірақ кірме деген болатын. Айналарда айтты, бай жігіттің өзі де айтты, бірақ мына есікке басқа есіктерді кіре бер, бірақ мына есікке кірме деген болатын маған. Мама, так осы жақтан бір звук шықты жаңа. Естідің ба, или мен құлағым шалыс естіп тұр ма? Есік құлыптау шығар, бірақ сонда да кірмеймін мен, болмайды кіруге. Маған менің жұмысымда бұл запрет қойған, кіруге болмайды ол есікке. Мәссаған, жүрегім дүрсілдеп кетті ғой кәдімгідей. Не деген қорқынышты үлкен не болса да бар ғой. Осындай зәулім елдерде қорқамшы өзім. Жарайды бүгіндік үйде отыра беріп жасаған сияқтым бір демалып алайыншы. Телевизор қарап кішкене демалып алу керек сияқты маған. Так, новости жаңалықтарда не болып жатыр екен. Мама, болмайды мынау бар ғой, жүрегім ай, қорқып кеттім ғой жаман дейтін. Қазір маған бар ғой байға звондау керек, болмайды мынау жігітке. Так, қазір бар ғой телефонды алып тез-тез звондауым керек. Так, тез-тез ала ойына номер қандай еді. Так, сет ұстап тұр ма өзі? Так. Алло. Алды. Алло, Басекес, сәлеметсіз бе? Қалайсың, Арука сен ба? Мен бұл Басеке. Сіздің үйіңізде бір түрлі қорқыныш звуктар шығып жатыр. Не звуктар? Тез-тез келе аласыз ба? Ит мысықтар шығар сол жүрген далада звуктар. Не звук болады үйдің ішінде? Жоқ, ешқандай даладан шығып жатқан жоқ. Үйдің ішінде шығып жатыр. Анау сіз айтқан кіруге болмайтын бөлмеден шықты, ойлаңызшы. Кіруге болмайтын бөлмеден газ-газға барам. Жүріп болмайтын есек арба анау тез-тез бар ғой, 2 сағат жүрдім ғой машинамен. Парковкеде қоймайды қазір. Так, тез-тез қойып тастай салайын былай. Так, Арука қайда? Арука! Ай, Арука! Қайдасың? Так. Үй тып-тыныш. Не болып жатыр өзі? Арука! Так, Арука қайда? Үйде емес па не? Что-то қорғайын дедім мен. Үйдің ішінен шығу мүмкін емес еді ғой ондай дыбыс. Ей! Аруканың дауысы ма анау? Арука! Баратырмын. Жылап аттыр ма? Так, жылама, келе жатырмын, қайықтасың? Арука! Қайықтан шығып жатыр мынаның дауысы. Так, жоқ, Аруканың бөлмесінде емес бұл. Арука, жылама, келе жатырмын. Мен ғой Басекең. Арука, мәссаған маяққа тығылып қалғансың ба? Мен жаман. Қорықпа, жаңа мен ғой. Мен Басекең. Кесіз ба? Мен. Жаман насип естідім ғой мен просто. Не естідің? Айта ғой. Мама, жүрек. Ана бөлмеден бір айқараған біздің дауыс шықты ғой. Содан кейін мен бір қарай жүгірдім. Өстіп жүгіріп кетіп осы жаққа тығылуға мәжбүр болдым. Болды, қорықпа, міне келдім ғой үйге. Болды, мен жұмыстан сұранып келіп тұрмын. Болды, шыға ғой. Шыға бер. Ой, молодец. Өзім келдім. Анау негізі ашуға болмайтын бөлмеден шықты дедің ғой, Жарайды, ертең оны өзімнің работниктарым шақырып, ол бөлмені тексеріп, ішінде жын бар ма, не бар ма, бәрін ұшым алыстап, дұрыстап қоям, ма? Ойымдама. Сонда да қорқынышты болды бар ғой, ана бөлмені дұрыстап тексеріңізші. Мен саған жүрегім дейтін анан айта алмайын бар ғой. Болмаса бірге көрейікші ішін қарап не бар екен көруге бола ма? Жоқ, болмайды негізі көруге. Өйткені ол бөлмеде адамның өлігі жатыр. Мама!
айо сеніп қалдың ба, ойнап айтам ей, прикол ғой, прикол, қалжың. басымды істемейді бар ғой, одан сайын шошытып мені. Өлім мен өлімнің арасында жүрсем өзім. жарайды, болды, күлмеймін, бірақ әдемі прикол болды, айтпашы, прикол мені, болды, жат, ертең маған жұмысқа бару керек. Ойбай, мен қаққа кетіп баратырмын, өзім бөлмемнен шығып баратыр екенмін ғой. Сен давай шық енді, мен демалайын, ертең жұмысқа бару керек дегенде, иә? Айтпақшы, жарайды, иә. Мен де демалайын, бірақ ертең точно тексеріңіз ана бөлмені, иә? Әрине, болды, бара ғой. Мәссаған, бүгінгі не болып кетті вообще бар ғой, там бүткіл светтердің бәрін сөндіріп шығайын. Ұстап жан жақтың бәрін қарап барып ұйықтау керек болды ғой. Мәссаған, ондай нәрсе көрмеппін өмірімде бар ғой, жарайды, бірақ Байекең өзі айтты ғой. Ертең қараймын деді. Болмаса бар ғой, мынау жалғаса беретін болса, мен бұл үйде тамаймын. Немене бәле? Так, жарайды. Тез ұйықтап қалу керек маған бар ғой. Так, әйтпесе мынау түсі мене кіреді қазір дейтін. Тез ұйықтап қалайын. Жарайды. Ұйқым келді менің. Мына қыз ештеңені білмеу керек. Бұның не нәрсе екенін білетін болса, менің бүткіл жоспарым быт-шыты шығады. Аруканы ендігәрі қорқытпау керек, шошытпау керек. Әйтпесе ол менен кетіп қалады ғой. Жоқ, ол мәңгілік мендік болады. Ой, қатты күліп қоймайын, тұрып кетіп жүрер. Қой, мен де жатайын.